Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын, өзі жұп-жұмсақ, тәтті болып пісетін зебра пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, құмшекер, айран, сұйық май, ұн және көп сүткіш керек. Арнама жаңадан шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне құмшекерімізді салып, оны аппақ көбік болғанша миксермен жақсылап тұрып көпіртеміз. Мінекей, аппақ көбік болып жақсылап көтерілді. Енді бұның үстіне сұйық майымызды құйып, оны тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне айранымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне көпсіткіш араласқан ұнымызды біртіндеп салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын. Енді дайын болған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Қамырдың бөлінген екінші бөлігіне 2 ас қасық какао салып, оны да миксермен араластырып аламыз. Бізге керекті 2 бөлік қамырымыз дайын. Біріне какао араластырдық, екіншісіне ештеңе араластырған жоқпыз. Енді осы қамырларымызды өзіміздің керекті ыдысымызға біртіндеп бір-бірлеп араластырып құямыз. 2 қамырымызды да кезектестіріп ыдысымызға саламыз. Мысалға, біріншісіне ешқандай қоспа араластырмаған қамырымызды салатын болсақ, оның үстіне какао араласқан қамырымызды салып, ыдысымыз толғанға дейін, қамырымыз аяқталғанға дейін барлығын салып шығамыз. Бетін осылай кішкене әсемдесек болады. Дайын болған қамырымызды 180 градус ысып тұрған духовкамызға 20-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Үстіне қант ұнтағын осылай әдемілеп сеуіп шықсаңыздар, әдемі көрінеді. Пирогты мен 22 диаметрлі ыдыста пісіріп алдым. Өте әдемі көтерілді.
рецепт ұнап жатса лайк басып арнама жазылып қойыңыздар. Ас болсын.